Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекетімізде көп жылдар бойы әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасы балаларына материалдық көмек көрсетілуде. Қазақстан Республикасының бірнеше заңдарына сәйкес бюджет қаражаты киім-кешек, оқу құралдарын алуға, күнделікті ыстық тамақпен қамтамасыз етуге, мәдени спорттық шараларға, жалпы білім алу пәндері бойынша қосымша сабақтарға қатысуға және қаржылай қолдауға жұмсалады. Балалардың ата-аналары немесе заңды өкілдері әлеуметтік көмек алу үшін білім мекемелерінің әкімшілігіне өтінішпен бірге отбасының әлеуметтік осал тобына жататынын растайтын құжаттарды ұсынады. Құжаттардың негізгі бөлігін алу электрондық үкімет порталы арқылы тегін жүзеге асырылады. Алайда жалғыз басты ана баласының әлеуметтік мәртебесін растау үшін уәкілетті органға өтініші бойынша баланың әкесі туралы мәліметтерді растайтын құжат ұсыну қажет. Бұл анықтаманы азаматтарға арналған үкімет ақылы негізде береді. Дәл осындай анықтама басқа бірнеше мемлекеттік мекемелерге де ұсынылады. Мемлекет қызмет алушыға бір балаға әрбір анықтама үшін 1159 теңге мөлшерінде шығын әкеледі. Бір жағынан мемлекет жалпыға бірдей білім беру қорлары мен әлеуметтік қорғаудың басқа да түрлерін ұсыну арқылы осал топтарға көмек көрсетеді. Ал екінші жағынан бұл көмекті алу үшін ата-ана балалардың әлеуметтік мәртебесін растайтын құжаттарды 90 сайын ақылы негізде алады. Ал толық емес отбасында 5 және одан да көп бала тәрбиеленеді. Кейбір толық емес көп балалы отбасыларында жәрдемақы негізгі табыс көзі болып табылғандықтан бұл мәселе отбасының экономикалық жағдайына кері әсерін беруде. Осындай мәліметтерді тиісті органдарға ұсыну процесі баланың көз алдында рәсімделуі, оқушылардың психикалық эмоциялық